Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен қатпарлы осындай лепешка пісіреміз. Қатпарлы нан. Бұл ашытқысыз жасалатын түрі. Менің каналымда ашытып жасалған түрі де бар. Өте оңай, құр жылы суға тұз салып, кішкене сұйық май қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Ұнымызды саламыз. Кішкене тындырып қойып қоямыз. Пияз салынған түрінде көрсетемін. Пиязды осылай жіңішкелеп турап алып, майға қуырып аласыздар. Жұқа қылып нанды жайып, жаңағы күлшені 4-5 күлшеге бөлдім. Осылай жайып, видеодағыдай бүктеп, араларына май жағып отырамыз. Сары май мен маргаринді араластырдым. Сары май ғана жақсаңыздар, немесе маргарин ғана жақсаңыздар болады. Осы видеодай орап, көтерілгенше қойып қоямыз. Содан кейін келесі түрі, осылай май жағып алып, қуырылған пиязымызды саламыз. Видеодағыдай бүктеп, арасына май жағып, біраз уақытқа қойып қоямыз. Осылай бүктей салсаңыздар да болады, қалай ыңғайлы, өте тез. Содан кейін жаңа қамырымызды жаямыз. Содан кейін табада, орташа отта, екі жағы піскенше қуырып аламыз, пісіріп аламыз. Пияз салмаған түрінде осылай жайылып, жұқа қылып жайып, екі жағын табаға, сәл май құйып табаға, екі жағын пісіріп аламыз. Осындай өте әдемі қатпарлы болып шығады. Екінші жағын аударамыз. Осындай өте жұмсақ, ашытқысыз, қатпарлы, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше.